Для чего? Для флажков? Нет, это для этого. Еще сюда доски ложатся. А, типа расширяется, да? Да. До 3 метров. Так, жолдастар Алекспен бірге жаңа прицеп қарауға келдік. Шымкенттің жігіттері мынаны көріп, мына тележканы көріп енді көзінің май ағады шығар. Ё-моё, когда у нас будет осындай тележка деп. Новый, не говорить үшін арналған полуприцеп, жолдастар. Оцинкованный полностью. Алекс, а сколько он стоит? Примерно? Ну, сказал 70 вроде. 70 тысяч евро. Год назад, да. €70.000 бағасы. Так, екі дөңгелек, бір жағында 6, бір жағында 6, 12 дөңгелегі бар. Блин, су жана ғой. Бір жыл болғанмен прям енді көрініп тұр ғой новый екені. Бәрі жұмыс істеп тұр. Вот то, что маған вот немістердің ұнайтыны, прям егер бір механизм болса, соның бәрі ашылу керек. Соның бәрі жұмыс істеп тұру керек. Безотказно в любой момент. Адам міне осындай болу керек қой. Өзінің жұмысын адам білу керек. Видишь, у него еще особенность еще. Вот эти вот снимаются полностью. Ты их убираешь. Если у тебя высота не позволяет, можешь колесами сюда заехать, и он утопится. Короче говоря, мыналардың бәрі шешіледі. Шешеді, егер көлік таситын машина ғой енді бұл. Краның ба, спецтехникаң ба, дөңгелегімен мінген кезде мынаның ішіне отырып батады, батқасын. Биіктігі бойынша уже спокойно өтіп кетеді. В основном 3,5 метр ғой. €70.000. €70.000 бағасы. 2021 жылғы. Жабық. Противооткаткасы бар, 4 штук. В общем, біздің Қазақстаннан негабаритчиктері болса, жігіттер осындай негабаритный полуприцеп бар. Мынау да шығады. Жерге жаңа Алекс айтқандағыдай ағаш салынады и 3 метрге екі жағынан ұзарады. Ширинасы бойынша ғой. Континенталь резинасы бар. Так, BPV ось. Неше түрлісі бар енді, саф та бар. Мен көбінесе осы сафпен жүргенмін кезінде. Бірақ алдында BPV де болған. BPV-ге қарағанда енді саф шамалы жақсы болып саналады енді. Более надежный болып. Так, накачаться можно. А, вот он. А, типа стопор. Вот здесь я трогать не буду. Вот он. А, вон оно что, Михалыч. Ну это надо с кем-то поднимать. Я так думаю, мы возьмем его попользоваться.
В аренду. В аренду. Пока наш не придет. Потому что те, которые у нас, тралы, конечно, там намного лучше они, да? Это немецкий производитель, да? Мюллер, Мюллер, немецкий. Виттерталь. Миттерталь. А проблема в чем у него, смотри. Крючков мало. У нас еще здесь крючки. А тут, видишь, совсем мало крючков. Проблема в том еще, что у нас решетки стоят. Здесь дерево. Оно трескается. Ломается. Оно мокрое. То, что ты грузишь, буксует. Не можешь заехать. И, как говорится, это все надо. А то, что у нас решетки стоят, да, металлические. Это все, конечно, удобнее. И промыть, и грязь, это даже на чем ты заехал грязным, оно все провалилось и Практично. практично, да. Так, на первое время пойдет, покатаемся месяца 3, пока наш не придет. Потому что я вчера звонил уже, там где я брал, на фирму Виза, чтобы они нам новый трал заказали. Он говорит, где-то в июне, а до июня можно на это покататься. Раз это тягать тоже. Ну прикинь, это стоять самому двигать. У нас же все на гидравлике. Съехал, разъехал, опустил. Да, где-то гидравлика у тебя сломалась, и ты уже ничего не можешь сделать. Здесь то, что ручное. А с другой стороны, блядь. Здесь ты можешь сам сломаться. Здесь ты можешь сам сломаться, да, это точно, блядь. Мысал үшін жолдастар базаға барған кезде бізде базада бар Саша деген жігіт осында не говорит айтады. Соның тралмен салыстырамыз. Алексің айтып тұрғанда дұрыс, өйткені жұмыс неғұрлым практичный болу керек қой, жеңіл болу керек. Өйткені бізде ғой, ой, алсаң ал, мінсең мың, бар жұмыс істесең болды деп. Бұяқта ондай жоқ. Ты, получается, вот это место ты даришь. У меня же еще вот тут рама поднимается на гидравлике. Это получается вот отсюда, вот с этой стороны, вот до этой. У меня вот так рама поднимается, и я могу сюда что-то загнать. Вот Сашка приехал вчера. Да. Ты видел у него так один стоял. Считай, я сюда только вот Сашка взял две на немецком бюны, которые наверх поднимаются. И плюс у него стоит еще баггер небольшой, да, маленький. Две у него телескопические такие машины стоят, которые поднимаются, подъемники. Типа ножниц. Да, и один у них стоит этот, на русском, грейдер. Не грейдер. Экскаватор. Экскаватор. А тут я только экскаватор поставлю и эту вышку и все. А вторая уже не зайдет. А куда ты будешь ставить? Она пустая будет. Да, это получается просто ты, как говорится, что там, будешь колеса хранить? Сморчка то поставишь, типа, если что, я буду на сморчке гонять. Да, хорошо, что оцинкованы, все как бы это самое, да, но функции у него, конечно, функции не те. Вот это вот как и нахрен не нужна. Ничего не сделаешь. Придется нам заказывать свой, да? Будем наш красный под машину заказывать тогда уже. Чтобы у ребят все было одинаково. А наш красный, он отличается по цене, чем этот? Они одинаковые. Одинаковый. Одинаковые. Ну просто функционала больше, практичнее. Конечно. Здесь гидравлики вообще нету, тут все механическое. Ну ты прикинь, ты приехал, тебе грузить надо, скажем, допустим, тебе что-то грузить надо, да? Где у тебя выше 4 метров, тебе недопустимо. Тебе вот эти надо платы убрать. Ну ты сам видел, ты ее не вытащишь. Даже вот эту маленькую один не вытащишь. А куда его ставить потом? Ну их туда потом, я так думаю, что закинешь туда и Ё-моё, они еще тяжелые, их всех еще туда затаскивать, их 4 штуки. ты их не затащишь. Лебедка нужна. Или вдвоем. Или вдвоем тоже. Вот эту ты вдвоем не поднимешь. Если вот эту тут потрогай, вот эту потрогай. Ё-моё. Тут спину можно Я сорвать тебе в что я тебе легкую. говорю, да, тут спину сорвешь конкретно. Да, немного непрактичный. Непрактично, да, что-то недоработка. Ты считай, приехал, тебе грузиться надо, как ты их уберешь? Хрен его знает.
И потом как ты их поставишь, Да, если тебе их ставить надо будет. да. Это надо быть каким-то Гераклом, Ну да. сидеть на Мельдоне конкретном. Ну или потом когда-нибудь с большим геморроем дома, бля. Да, не только с геморроем, да. Там штук 6, наверное, грыж точно обеспечены. Поэтому будем заказывать кейс сбора, как у нас, где функций намного больше, где уже, как говорится... Удобнее работать с Ну, воизером. конечно, конечно, конечно. Нажал кнопку, опустил ноги, сдвинул их, что надо сделал, этот поднял, опустил. Я говорю, тебе проблема, вот смотри, допустим, ты что-то узкое, хочешь загрузить то, что часто ребята тоже возят. Вот у него колеса здесь качаются, у нас у ребят, что, ладно, здесь есть два крепления, где ты можешь крепить, а там где ты будешь крепить? У тебя ни одного крепления нету. Это, прикинь, тебе распорки надо ставить вот сюда. А если не хватает, у тебя распорок больше нету, распорка пойдет сюда. И как ты, я не знаю. Эти такие цепи надо тянуть нахрен. Чем длиннее цепь, тем неустойчивее груз. Я не знаю, кто его делал, еще не доработали на него, не подумавши. Вот это вот хорошо, да, вот что они сделали. Колеса, видишь, как стоят? Сзади подруливает. Это у него, она постоянка. И вот это, я так думаю, тоже подруливает. Это удобно, да, что у тебя груз не весь на твоей машине. А в остальном... В остальном... Не то. Надо покататься, да, мы сейчас можем покататься, пока наш не придет. Или он у него стоит, или я у него возьму, как говорится, буду за него платить, да, чтобы у него простой не было. А сколько за него примерно платить, если в 1000 аренду? в месяц, он говорит, он платит. Ну ты можешь и 2 платить, можешь и 5000 платить, это твое, как говорится, Как договоришься? на твое усмотрение, да. Так, жолдастар, Алексен базаға келдік. Қазір бір контейнерді анау погрузчикпен снимать етіп алады. И сосын ары қарай менің Мерседесімді алуға кетеміз. Мына көліктердің бәрі сіздер білесіздер уже. Біздің компанияның көліктері. Мынау Сашка жаңағы. Жолдас жігіттің машинасы. Алекс айтқандағыдай арендаға алатын полуприцеп басқаша. Жаңа айтты ғой орысша. Креплениелері аз, көтерілмейді. Мынау полуприцеп сияқты. Мынау енді біздікі, көрдіңіздер ғой. Рифленый полы бар. Егер бізді не говорит братандарымыз қарап отса, міне осындай рифленый полы бар, крючоктары бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді көп енді. Осыны енді полуприцеп деп айтады. Осы не говорит таситын біздің полуприцеп. Арты гидравлический. Жаңағы көрген полуприцепіміз ол не? Артында мынандай гидравлика жоқ, қолмен көтеріп, қолмен ашып жабу керек. Мынаны кнопканы басып жібердің де, спокойно түсіріп жібердің, кнопканы басып жібердің де, спокойно көтеріледі. Егер істемей қалса, водитель бұяқта терілеп, қара терге түсіп, бір артын жыртып, белін үзіп, жұмыс істейтін жұмыс емес. Бұзылды ма? Звондайсың, келеді де оңдап береді. Даже Германияда дөңгелегің жарылса, сен ол дөңгелекті жолда істеуге праваң жоқ. Егер жолда дөңгелегіңді ашып, бір оңдап жатсаң, полиция келеді де штраф салып береді, мәс саған деп. Арнайы қызмет бар, өздері келіп, дөңгелегіңді ауыстырып беретін, өйткені ол үшін олар ай сайын ақша алып отырады. Міне, допустим, полуприцеп тұр ғой. Запасқа көріп тұрсыңдар ма? Көріп тұрсың ба деймін. Бәке, запас көріп тұрсың ба? Запаска жоқ, деймі? Запаска жоқ, өйткені бұяқта ешкім дөңгелекті ауыстырып жатпайды. Бұзылдың ма, шақырасың, келеді де оңдап береді. Ақшаны төлейсің ай сайын, білмеймін, бір 200 ба, 100 евро ма, ай сайын төлеп тұрасың, ну, взнос сияқты. Так что солай, Сохар Николай, бәрін айтты, бірін айтты, осындай техниканы тиеп алып жүресің. Алекс маған айтқан, не говоритке барасың ба деп. Не говоритке бару, менің ойымша, жолдастар, ол, тем более Германияда, ол прям вышки деп ойлаймын, өйткені әшейін габаритке отыра алмайсың. Білімің болу керек біріншіден, екіншіден тіл білуің керексің, үшіншіден уже мына конкретно не габаритті қалай айдап, қалай не қылатының
неше түрлі рұқсат қағаздарың анау мынауың болуың керексің. Сондықтан да мен пока осыған дайындалып жатырмын. Өйткені мынаның барлығын, мына экскаваторды Сашка біздің жолдасымыз, бірге жұмыс істейтін жігіт, өзі мінгізеді айдап. Рұқсат қағазың болуың керек. Сол қағазың болса ғана сен осы техниканы осының үстіне мінгізе аласың. Сен келген кезде олар саған мінгізіп бермейді. Келдің бе, тұрдың ба, кілтті саған береді, бүйтіп қолыңа. Арбайтың дейді, жұмысте, короче. И сен бәрің түсіресің, мінгізесің, мынаны айдап қоттап, осының үстіне айдап мінгізіп, оның бәрің мынаны бейтіп, тағып, бәрін бекітіп, сосын барып қана жүресің. Мына жер ашылады, еще телескопический, ұзарылады артқа қарай. Артқы дөңгелекте бұрылады өзі, поворотный ось дейді. Вот солай жігіттер. Енді мынау Мерсте енді жаңғырып тұр ғой. 530 күші бар. Жыртады да сені жыртады енді. Бәрін сәндеп тастаған. Ал мынау біздің Холгер деген браттың несің машинасы. Алдындағы каналда мен осы Реноны неге бейнебаянға түсіріп жібергенмін. Холгер бізде де жұмыс істейді, тоже не габаритте жұмыс істейді. Жынды ғой енді, мынаң машинаң деген не ауқышып кеткен ғой мынау. Дейін дұрыс емес қой мынау. Evolution One деген төбесіндегі светін қара, алдындағы кенгурятник қара. Кенгурятник бұяқта заң бойынша рұқсат берілген. Осындай кенгурятник салуға болады. Так, басқа машинамыз бар. Яша деген брат бар, тоже Scania. Кенгурятник бар. Менің машинамда да бар кенгурятник. Мынау енді Renault Evolution новый версии. Соңғы поколение шыққан Реноның бірі. 520 күшті. Полностью максимальный фарш. Кожа, рожа, қыртым, сыртым бәрі бар ғой ішінде. Ё-моё. Стиральный машинадан басқа бәрі бар. Микроволновкасы де бар, холодильнигі де бар. Кожаный сиденье, подогрев руля, подогрев сиденье. Не жоқ, бәрі бар. Бір самолетте келе жатқан адам сияқтысың, кәдімгі не емес. Фура емес. Вообще мына тягачымыз бағасы почти 100 000 евро болады. 100 000 евро. Бірақ енді сыртындағы әшекейі жоқ, тюнингсіз, андай машина ғой, кәдімгі андай мынау дядя Юра ағамыз бар, соның машинасы. Бірақ бұл арендаға алынған бізде пока уақытша. Дядя Юра құдай қаласа жақында бір жынды Вольвоға мінеді андай. Осындай Вольво. Ешқандай әшекейі жоқ, ешқандай дымы жоқ. Просто простой Рено. Тоже, бірақ бұның фары басқа. Бұл Реноның 5-ші поколениясы. Көрдіңіздер ғой, дымы жоқ. Вообще осындай көлік болып келген мына қызыл Реноның өзі де 24 000 евро. 24 000 евро үстіне беріп, машинаның бағасы өзі 100 000 евро. Тағы да 24 000 евро беріп, осындай тюнинг жасаған. 24 000 евро енді теңгемен қанша болатынын білмеймін. Енді примерно шамамен санағанда где-то бір 17 миллион теңгедей болады ғой. Вот, 17 миллионға осындай вот тюнинг жасап қойған. Бәрі снимать етіледі, бәрін разбирать етеді, бәрін шешіп, сосын барып үстіне, короче говоря, осындай тюнинг жасайды. Мынаның барлығын красить етеді. Вот, неше түрлі электроникасын салады, мынау кенгурятнигін салады, төбесіндегі светін салады, астындағы светін салады, дөңгелегін сырлайды, дополнительный лампочка салады, артқы дөңгелекте де сырлайды. Зың ғой енді, ё-моё, стояночный несі бар, кондиционері бар, климат контролі, то есть машина тоқтап тұрған кезде ананың қосасына бұл 3 в 1 десе болады, өзі мұздатады, ауаны ылғалдатады. Короче говоря, бәрін істейді. 5 бармақтан басқа бәрін істейді осы прибор. Осындай прицебі бар, рифленый полы бар. Мына кірдің бәрі түсті ма, асты қарай түсіп кетеді. Жаңа Алексің айтып отқаны осы ғой.
бекітетін несі көп, крючоктары көп. Осы жұмыс енді. Құдай қаласа енді бізде мінерміз, бірақ пока мен жана келгесін енді несі көп бұның ше, жауапкершілігі көп. Құдай сақтасын, бірдемесін бір дұрыс істемесең, бұл мынау менің контейнерім сияқты контейнер емес қой. Құлап кетіп, шығып кетіп, масқара болып жатсаң, уже конкретно уже штрафқа келесің. Штраф айтып отырмын ғой, жаңа біздің Қазақстандағыдай емес штраф. Штрафты өкіртіп жазып береді. Мына жаңалықтардан оқығанмын, скорыйды жібермеген үшін машина 23 000 евро штраф жазып берген. Жаңада Алекс'ің айтқан сөзіне қарағанда өздеріңіз де байқап отырсыздар ғой. Алекс бұл өзі Қазақстанда туып өскен жігіт. Осы жаққа Германияға келген, 30 жылдан астам фирма ашардың алдында өзі талай фирмада жұмыс істеген. Сондықтан да өзі шопыр болғасын, ол білет шопырға не керек екенін, шопырға қандай бір условия жасау керек екенін, соның бәрін білетті. И сондықтан да өзі де сөйтіп шопырға осы станда енді де осы компанияның директоры болғасын өзі жағдай жасайды. Оны мен өте дұрыс деп ойлаймын, өйткені біздің мына көп нелер бәрі емес енді. Көп директорлер транспортный компания ондай емес қой. Кейбіреулер жазып жатыр ғой маған, мә, Әлеке брат, бастығым салимблокты да ауыстырып бермей отыр дейді ғой. Бұл жақта ондай жоқ. Бірден болды ма? Бірден. Я өзі келіп істеп береді, қолдан келетін болса. Ну, майда шүйден айтамын да, егер менің сияқты менің Мерседесім қазір неде тұр, официальный дилерде, өйткені мына сол жағындағы, оң жағындағы мына лампочкалер жанбай қалды что-то. И через раз мынау боковой мына жерінде менде лампочка бар ғой, повторитель. Сол істемей тұр. Егер сондай анау-мынау жағдайлар болып жатса, машинаның аласында Мерседес ба, Мерседеске апарып тығасың, Скания ма, Сканияға апарып тығасың, Volvo ма, Volvoға апарып тығады, сөйтіп тығады. Сол жақта уже ремонт жасайды. Көп жігіттер еще сұрап жатыр, неге неше түрлі машина дейді, неге Renault, неге Volvo, неге Scania, неге Mercedes дейді. Алдында айтқам, мына орыс каналында шопыр келіп Алекске айтады, Алекс, менің машинам, вот допустим, на Хольгерді алайық. Хольгер келіп Алекске айтқан, Алекс, осындай менің арманым, осындай Renault міну и қызыл түсті болса екен деп. Алекс барды осы Renault сатып алып берді. Қызыл түсті Renault. Басқа жігіттерде сол. Scania мінетін жігіт келіп айтқан, мен Scania мінгім келетін еді, Scania сатып ала аласың ба, ақ түсті болса деп. Соған ақ Scania алып берген. Мына қара Volvoны сол жігітке де алып берген. Басқа жігіт қой енді. Бізде жұмыс істейтін жігіт. Солай. Мен таң қаламда қалай деймін да, қалай. Мен Ресейде жұмыс істеп жүріп, Қазақстанда жұмыс істеп жүріп, ондайды көрген емеспін. Бір берет, бір машинаңды береді енді. Жақсы болсын, жаман болсын, мә айдайсың ба, айда дейді, болды, көтіңе бір тебетте кетесің. Минус 45-те, короче говоря, не турбинаны ауыстырып, я болмаса бір атнет, ё-моё, генератор ауыстырған кездерімде болған. Мен бұндайды түсіме де кірмеген, что сен келіп бастығыңа кіріп, попробуй осы Қазақстанда қазір бар, бастығыңа барып, короче, әбеке, маған қызыл Scania керек, осындай тюнингісі болсын, осында бір 3 миллион, 15 миллион теңге тұратын десе, анау айтады, сен есің дұрыс па, кең ауыз. Көтеніңе бір тебетте жібереді. Сондықтан да Алекс туралы айтатын болсам, Алексің молодец енді. Еңбегіне жеміс тілеймін Алекстің. Біздің жерлесіміз болғасын, бәрін істейді өстіп. Өзі жұмыс істейді азаннан кешке дейін келіп, контейнерлері тиейді, оларды түсіреді, анау-мынау жерлері болса ондап береді, жағдайын жасайды. Суббота воскресенье ет алып келеді, қойдың етін алып келіп, жігіттер, мына жеңдер, шашлык істеңдер, анау істеңдер, мынау істеңдер деп, бір жәшік сырасын да алып келеді, холодильникте виски де тұр, анау да тұр, мынау да тұр. Енді светский адам болғасын енді ішетін жігіттер де бар ғой арасында, мен өз басым ішпеймін де. Сол, істейтіні сол, мангалда тұр, жуасың ба машинаңды мына жерге қойып, өзің жуып алуыңа болады, керек па там автомобильге барып тығуыңа болады. Көп жігіттер еще сұрайды, Әлеке, жұмыс бар ма, тартсай деп. Өкінішке орай енді осы автопарктың барлығында жігіттер бар. Өздеріңіз білесіздер, жақсы төлейтін компания айлықты, и осындай тюнинговый машина беретін компания өте аз. Сондықтан да осы жұмыс істейтін жігіттер жұмысынан енді айырылмайды ғой, тіспен тістеп, короче говоря, осы жұмыстан айырылғысы келмейді. Айлық туралы айтатын болсақ, орта айлық осы барлығымыздың алатыны 3000 евро. Теңгемен санағанда енді 1 миллион 700, 1 миллион 600 теңге. Оның 250-300 мың теңгесі тамаққа кетеді. Қалғаны енді қалады. Таза
таза айлық. Плюс о ақшадан жоғары компания налогын төлейді. Почти жартысын 50%-дей страховкың бар. Егер құдай сақтасын, қолың сындырып алып, аяғың сындырып алып атсаң, мемлекет саған бәрін төлеп береді. Жедел жәрдем егер сақтандыру полисің бар болса, тоже ақысыз. Вертолет керек па, вертолет жібереді. Самолет керек па, самолет жібереді. Вот, сол медициналық көмек, медицина вообще, әлеуметтік жағы, құқық жағы, соның қоғам жағы енді барлығы жұмыс істейді ғой енді. Өзінің кемшіліктері де бар енді. Бірақ өз басым енді осы елге келіп, қазақ болғасын, денемде қазақтан ғана әрі бері жүгіріп жүргесін, енді сол қазақтан мақал бар емес па, өнерді үйренде жирен дейді. Соның бәрін үйреніп, жиреніп, Құдай қаласа осы Қазақстанға барып, партия ашып, депутат болып, сол сайлауға қатысқым келіп отыр дей ма? Қалжың ғой енді. Короче, осының бәрін үйреніп, енді білмеймін енді. Елге де барармыз. Адамнан басы Алланың добы дейді, қайда тепсе солай домалайды дейді ғой. Енді туған ел тартады. Пока осы жиған, терген, көрген нәрсемнің бәрін сол өзімнің басыма жақсылап компьютерімдегі процессорге жазып, сол уақытында әйтеуір бір жерде жаратармын. Мүмкін біздің елге оралып, сол елде жаратармыз деген ойдамыз. Алдымен Құдай енді аманшылық болсын. Сол үшін алып қояйық дей ма? Алып қойсақ қалып қояйық дейді ғой. Так, Алекс, так, бір контейнерді лақтырып тастады. Қазір біз барып менің айтқандағыдай Мерседесімді алып кетеміз. Мынау менің контейнерім. Ертең азанда шығып, жолға шығамыз. Жолға шығып, тартамыз, короче говоря. Мына прицепті, мына контейнерді мен өз басым барып алып кеткенмін. Простой прицеп, телескопический, ұзартылады, қысқартылады, арты да ұзартылады. Суы да бар. Зәм-зәм суындай. Креплениелері бар. Бұл туралы біз конкретно уже сөйлесеміз. Бәрі бекітулі тұр. Пломбасы бар. Мен бұны барып растамошт еткенмін. Цоль дегеніміз, цоль дегеніміз немісше таможня деген сөз. Таможняны өткен растамошт етіп, осы полуприцепті контейнерді. Полуприцепті контейнерді растамошт етіп, біз қазір апарып тастаймыз. Осы жұмысымыз күнделікті істейтін. Ешқандай шаң жұтып атқан жоқсың. Ешқандай бір қиналып атқан жоқсың. Тем более осындай жолдасын қолдап жүргесін, жұмыс істемегенін енді білмеймін енді. Ауыз жұмыс істемейді деп ойлаймын енді осындай фирмаға түсіп алып. Мынау енді жын ұрып кеткен машина ғой. Мынау айтатын жоқ енді. Мынаның да тюнингі жынды. Мына көліктердің де тюнингі жынды. Ойлайын да Қазақстанға қашан жетеді деймін да осындай машина. Қазақстанға қалай жетеді осындай машина деймін.